Қазтрансойл акционерлік қоғамы Маңғыстау мұнай құбыры басқармасына қарасты Өзен бас мұнай айдау станциясына биыл 55 жыл толып отыр. Дәл осы жерден теңдесі жоқ Өзен, Атырау, Самара ыстық магистральды мұнай құбыры іске қосылды. 1961 жылы Жетібай және Өзен кен орындарынан мұнай көзі ашылғаннан кейін Қаралтынды мұнай өңдеу зауыттарына жеткізу мәселесі туды. Оның үстіне жоғары температурада қата бастайтын Маңғыстаудың жоғары парафинді мұнайын тасымалдауда қиындық туғызды. Осы міндетті шешу үшін 1965 жылы Маңғышлақ мұнай бірлестігіне қарасты магистралдық мұнай газ өнімі құбырлары басқармасы құрылды. Сол жылы Өзен мұнай айдау станциясы да іске қосылды. Өзен станциясының қалыптасуы тарихи кезеңдермен байланысты. 1965 жылы Өзен мұнай құю эстакадасынан Атырау мұнай өңдеу зауытына Маңғышлақ мұнайы тиелген алғашқы эшелон аттанды. Келесі жылы Өзен мұнайы тиелген Джебраил танкері Ақтау теңіз портынан алғаш рет Волгоградқа аттанды. 1969 жылы Өзен, Атырау, Самара ыстық мұнай құбыры іске қосылды. Бұл үлкен оқиға еді. Парафині көп Жетібай және Өзен мұнайы +25, +30 градус аралығында қата бастайды. Сондықтан мұнайды арнайы пештердің көмегімен қыздыра отырып тасымалдайды. Мұнай құбырының ыстық аталуы да сондықтан. Бүгінде Өзен станциясы Жетібай Өзен мұнайынан бөлек Қаламқас, Қаражанбас сияқты басқа да кен орындарының мұнайын қабылдап, Өзен, Атырау, Самара құбыры арқылы жөнелтеді. Айсылу Мақашева Өзен станциясындағы мұнай қыздыру пештерінде 25 жылдан бері еңбек етеді. Мұнайшы отбасынан шыққан білікті маман өз жұмысына аса жауапкершілікпен қарайды. Пеште тек қондырғы операторы жұмыс жасаймын. Біз екі уақытта жұмыс істейміз. Бірінші Жетібайдан қабылдап, мұнайды қыздырып, Атырауға мұнай қыздырып жөнелтеміз. Пештің температурасын арнайы бекітілген температура карта бойынша қыздырамыз. Мұнай тасымалының технологиялық процесі жергілікті және Нұр-Сұлтан қаласындағы бас диспетчерлік пункттен тікелей басқарылады. SCADA жүйесі мұнай тасымалын қауіпсіз онлайн режимде басқаруға мүмкіндік береді. Өткен 55 жылда станция жаңарып, жаңа өндірістік нысандар бой көтерді. Жыл сайын станция орта есеппен 15 миллион тоннаға жуық мұнай айдайды. Өндірісті автоматтандыру жүйесі жолға қойылған. Жаңа дәуір технологиялары енгізіліп, кезең-кезеңмен жабдықтар жаңартылып отырады. Мысалы, биыл заманауи магистральды сорап станциясының құрылысы аяқталды. Германияда шығарылған қуатты сорап агрегаттары орнатылды. Енді электр жабдықтау жүйесі жаңарту жұмыстары басталады. Қазір бізде 120 адам жұмыс істейді. 55 жыл бойы станцияның үздіксіз жұмыс жасауына аға буын ардагерлер мен қазіргі мұнай құбыршылардың қосқан үлесі зор деп білеміз. Бүгінде әлемдегі ең ұзын Өзен, Атырау, Самара ыстық мұнай құбыры, бастау алатын Өзен бас мұнай айдау станциясы жаңғырған іргелі станцияға айналды. Маңғыстаулық мұнай құбыршыларға барлық жағдай жасалған. Жұмысы қызу қайнап жатырған станцияның әрбір маманы қажырлы еңбегімен мұнай тасымалына өз үлесін қоса бермек. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.